келген балаларымыз көрсетілген адам сарбаздардың өмірі біздің ең басты құндылық. Вокзалдан ұсталды ма, Гүлім? Вокзалдан ұсталды ма? Әскери істердің әділ және Жоқ, қайсы вокзал? талап етеміз. Соны кім ұстаған? Ол бірінші талабымыз. Екінші талап, өткен істер қайта қаралсын. Күмәнді істер бойынша қайта сараптама. Бейне материалдар мен медициналық қорытындылар қайта зерттелсін. Тергеу қоғамдық бақылау мен бақ өкілдерімен қатысуымен жүргізілсін. Үшінші пункт, тәуелсіздік қоғамдық комиссия құрылсын. Комиссия құрамына ата-аналар, журналистер және қоғам өкілдері енгізілсін. Мақсаты әскери бөлімдердегі жағдайды тексеру, шағымдарды бақылау, әділдік орнатуға ықпал ету. Төртінші талап, әскери бөлімдердегі медициналық жағдай жақсартылсын. Әр бөлімде білікті дәрігерлер медпункт болсын. Сарбаз ай сайынғы тексеруден өтсін. Медициналық салғырттық үшін, немқұрайлық үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылсын. Психологиялық және наркологиялық тексеру енгізілсін. Барлық офицер, сержанттар нарядқа түскен сайын бүкіл психо-алкотестерден өткізілсін. Әлімжеттілік пен зорлық-зомбылықтың алдын алу шаралары. Алтыншы, әскери тергеу органдары ВСУ-ға өтсін. Өйткені ВСУ-дағы әскери тергеулер, андағын алып тастаңыздар, келе жатыр. Әскери тергеу орындары ВСУ ішкі істер министрлігіне бағындырылсын. Бұл тергеудің бейтараптылығын қамтамасыз етіп, әділ шешім шығару үшін. Жетінші талап, әскердегі тұрмыстық және әлеуметтік жағдай жақсартылсын. Сарбаз, тамақ, киім, жатын, орын, санитарлық талаптармен толық қамтамасыз етілсін. Қызметтен соң әр сарбаз толық медициналық және психологиялық тексеруден өтсін. Денсаулығына зиян келсе, мемлекет пен басшылық жауап берсін. Бұл әскери тағам деп атқанымыз, қазір әскери частарда балалар тек гречка мен перловка ғана жейді. Тексеріс келген кезде ғана біз жақсы тамақ береді. Әр солдаттарымыз айтып отыр ғой, біз тексеріс келсе қуанамыз, тексеріс келген кезде біз еттеп қаламыз дейді. Ішкі киім, әскерде жылы киім, жылы нәски мүлдем берілмейді. Бүкіл ата-аналар бүкіл балаларына киімді өздері салып беріп жатыр. Форма, портянка барлығын, оны чаттардан бүкіл киімдерді салып жатыр. Қайсы санитарлық айтсын ғой? Жоқ, анау жуынуы жаңағындай. Иә, сол әскердегі санитарлық талаптармен толық қамтамасыз етілсін. 9-шы талап, әскерге шақыру жасы қайта қаралсын. 18-ден шақырту тоқтатылсын. Қызметте тек 25 жастан жоғары және келісім шарттық әскери қызмет болсын. Әскери қызмет жоғарғы айлықпен, баспанамен қамтамасыз етілсін. 10-шы талабымыз, әскери техника мен құрал жабдықтар жаңартылсын. Әскери техникалар бәрі істен шыққан. Ескі бұрынғы совет өкіметі СССР-ден қалған әскери техникалар заманауи талабына сай, заманауи әскери техникалар жоқ. Соны талап етеміз. Әскерде қаза тапқан, мүгедек болған сарбаздардың ата-аналарына үстемақы төленсін. Ол үстемақы мемлекет тарапына міндеттелсін. Бұл үстемақылар дұрыс төленіп жатқан жоқ. Сондықтан талап етеміз. Әділ және тең жағдайда қарастырылып, қоғам өкілдері мен ата-аналардың қатысуымен анықталсын. Қазіргі кезде әскеридегі статистиканы біз білмейміз. Бүкіл әскери статистика, сарбаз бөлімі, айшық және шынайы Астана қаласы. Осы нақты 10 талабымыз бар.
Сарбаз өлімі тоқтатылсын. Барлық істер түрлі келісім Kızlar bileyim. Bak para giyindirip atıyor.